Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Оразаның ғибраты. Ораза сөзі араб тілінде саум деп келеді. Тілдік мағынасы тыйылу деген мағынаға саяды. Ал діни терминдік мағынасы арнайы ниет етумен таң атқаннан кеш батқанға дейін ішіп жеуден және жыныстық қатынастан сақтану дегенді білдіреді. Ораза хижраның 2-ші жылында парыз болды. Содан бері мұсылман жұртшылығы ауыз бекітіп келеді. Оразаға түрлі үкім берілген. Рамазан оразасы парыз болса, қалған нәзір оразалар уәжіп болады. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дүйсенбі, бейсенбі күндері үнемі ұстаған оразалары сүннет болған секілді, бекітілмегендері нәпіл ораза деп аталады. Ал құрбан айт және ораза айт күндері ораза ұстау харам етілген. Дініміздің тірегі 5 парыздың бірі саналған ораза ең әуелі адамды Алланың ризалығы үшін деп ізгі іс істеуіне бағыттайды. Парыз етілген құлшылықты тек Құдай үшін деп орындауына әкеледі. Себебі пенде бас пайдасын дүниемен ғана есептеп, өзге сауапты істі кейінге қалдыратыны анық. Ал ораза ұстаған адам кеш батқанша өзін құлшылыққа арнайды. Бұл ісі оған дүниелік пайда бермегенімен, жаратушысын риза етуге жетелейді. Біреулер оразаның пайдасын айтып жатса, өзгелері оның зиянын айтып, ораза емес, диета ұстау керек деп жатады. Алайда ораза парыз болғандықтан, оның пайда зиянын емес, жаратушының бұйрығы екенін ғана есепке алуға үйретеді. Әрине, Алла тағала пендесіне зиянды істі әсте бұйырмайды. Оразадан алатын ғибраттың бірі осы болмақ. Оразаның негізгі мақсаты адамды тақуалыққа жеткізу. Құран кәрімдегі «Әй иман келтіргендер, бұрынғыларға ораза ұстау парыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Әрине тақуалыққа жетулерің үшін» деген Бақара сүресі 183 аятты түсіндірген тәпсірші ғұламалар оразаның адамды тәрбиелеп, тақуалыққа жеткізетінін тілге тиек еткен. Ораза адамның мінез-құлқына тікелей әсер етеді. Себебі ораза ұстаушы үнемі өзін-өзі бақылауда ұстап, жаман әрекеттерден аулақ жүруге тырысады. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде келтірілгендей, ораза ұстаушыға өзге адам тіл тигізсе, немесе ауыр сөз айтса, мен оразамын деп айтсын деп бұйырған. Демек, өзгеге зиян тигізу былай тұрсын, нақақтан біреу оған тіл тигізсе, оған көркем түрде мен оразамын деп жауап қайтарсын делінген. Міне осылайша көркемдікті ұстану арқылы ораза ұстаған адам мінезін түзейді. Ұнамсыз, арсыз іс-әрекеттерден аулақ болу арқылы жанын тазартады. Өзінің мінез-құлқын және өзге адамдармен қарым-қатынасын түзеу арқылы жақсы қасиеттерге ие болып, тақуалыққа жетеді. Құранда Алла тағала адамдардың ең қадірлісі тақуа жан екенін ескерткен. Ораза ұстаған адам ең алдымен сабырлы болуды үйренеді. Себебі аштық адамға белгілі дәрежеде қиындық әкеледі. Содан болса керек, қазақ атамыз аш адамнан 40 күн ақыл сұрама деген. Аш жүрген кісі ашушаң әрі ұрысқа жақын келеді. Еш нәрсені жақтырмай, қарсы пікір айтуға бейім тұрады. Сондықтан хадистерде ораза ұстаған кісі ешкіммен жанжалдаспасын, өзгелер тіл тигізсе немесе ауыр сөз айтса, мен оразамын деп айтсын деп бұйырылған. 30 күн бойы осылай өзін сабырға әрі көркем мінезге бейімдеген адам, қарны тоқ әрі көңіл күйі орнында тұрған уақытта жанжалда мүлдем аулақ жүрері сөзсіз. Оразаның сауабын аламын деп жүрген кісі түрлі жаман істерден бойын аулақ ұстайды. Өйткені ұрыс жанжал мен өсек-аяң сөздер оразаны бұзбағанмен сауабын кемітіп, кешке дейін тек аш жүрген адаммен бірдей күйге түсіретінін біледі. Байқағанымыздай оразаны лайықты түрде ұстаған кісі көркем мінездің шыңы болып есептелетін сабырлық пен шыдамдылыққа үйренеді. Сол арқылы өзгелермен қарым-қатынасы түзеліп, өмірдің қиындығы мен тағдырдың тауқыметіне төзе білетін кемел жанға айналады. Осы қырынан да үлкен ғибрат аламыз. Видеоны тіркеп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеомда кездескенше аман сау болыңыздар.